Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте жылдам әрі жеңіл дайындалатын осындай тауық еті қосылып жасалған фунчоза салатының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен әрине шұңғыл ыдысымызға осындай фунчозаны саламыз және жаңа ғана қайнаған суды құйып, бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Фунчозаның жаңағы пісу уақытында, қайнаған суға салып қою уақытында сол упаковкасынан қарасаңыздар болады. Менікі жұқа болғандықтан 10-15 минут жеткілікті. Енді дәл осындай тауықтың төс етін ұзыншалап турап аламыз және де қызып тұрған табаға сәл сұйық май құйып, жақсылап қуырамыз. Сол уақыт аралығында дәл осындай сәбізімізді ұзын үккіштен өткіземіз. Келесі кезекте дәл осындай қызыл және сары тәтті бұрыштарымызды видеода көрсетілгендей ұзыншалап тураймыз. Тауық еті дәл осылай қызарып қуырылған соң кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, тағы да бірге 5 минуттай жақсылап қуырамыз. Сол уақыт аралығында біздің фунчоза да дайын болды. Енді одағы ыстық суды төгіп, суық сумен 1-2 рет шайып аламыз. Кейін табамызға алдын ала турап алған қызыл және сары бұрышымызды салып, шамамен 4-5 минуттай тағы бірге қуырамыз. Және де ең соңында қосатын қиярды да дәл осылай ұзыншалап турап дайындап аламыз. Мінекей біздің етіміз, бұрышымыз барлығы қуырылып болды. Енді салатты жинауға кірісеміз. Осындай араластыруға ыңғайлы болатын шұңғыл ыдысымызға дайын фунчозамызды саламыз және де бірнеше жерден дәл осылай пышақпен не қайшымен қиып турап аламыз. Кейін алдын ала қуырып алған ет бұрышымызды және қиярды қосамыз. Шамамен 2-3 ас қасық соя соусын және де 3-5 түйіршек дәл осындай сарымсақты күштен өткізіп қосамыз. Ең соңында дәл осындай қызып тұрған күнбағыс майын қосып, барлығын араластырамыз. Маған салаттардың тым ащы болған ұнамайды, сол себепті менің жасау үлгісім осындай. Егер сіздер ащы қаласаңыздар, сірке суы немесе дайын чимчим қоспаларын да қосып жасасаңыздар болады. Және де ең соңында әдемілік үшін, ерекше дәмі үшін аскөк ақжелкен қосатын боламыз. Мінекей біздің өте әдемі дәмді фунчоза салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсынар алдында ерекше сәні, әдемілігі үшін дәл осындай кунжут тепсеңіздер болады. Сіздерге де дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Егер бүгінгі видео рецептін ұнаған болса, міндетті түрде лүпілдеріңізді басып, комментарийге жаза кетіңіздер және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы жаңа видео рецепттерді жіберіп алмайтын боласыз. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға ас болсын.